Саламатсыздар ма балалар? Бүгін сіздерге қазақ әдебиеті сабағы. Қош келдіңіздер. Мен сіздерге бүгінгі сабақтарыңызға да, бүгінгі күндеріңізге де үлкен сәттілік тілеймін. Бүгінгі күн сіздерге тек қана қуаныш әкелсін. Былай жақындарыңыздар. Қазір біз балалар топқа бөлеміз, сол топ бойынша бірінші, екінші, үшінші топ болып бөлеміз. Араласып тездетіп аламыз да. Сол бойынша сіздер топқа бөлініп отыра біліңіздер. Өздеріңіз топтарын ретінде отыра біліңіздер. Тесіп отыра біліңіздер. Жақын керен болмалар. Бірінші сұраққа жауап береді Алмас Исламбек. Ел-тербет поэмасы кімнің ақыл кеңесімен жазылды? Абай Құнанбайдың. Себебі Абай шәкәрімге әрі. Осы жиналған кезде осы дастандардың бірін болашаққа жеткізуге қалаған. Жақсы. Жақсы керемет. Жақсы, тамаша. Келесі екінші сұрақ. Поэмада сөз болған оқиға қай уақытта болған? Мына жерде расым, ақ расым. Қай уақытта болған? Егер расын білмесе, басқамыз жауап беруімізге болады. 18-ші ғасыр шамасында болған. Жақсы. Келесі үшінші сұрақ. Шығармадағы әдет ғұрып салт дәстүр. Жауап. Қандай салт дәстүрлер сөз болады? Қалғанымыз ері қосымызға болады. Қандай атасы өтағын тағы қандай дәстүрлер бар? Шілдехана бар ма? Тағы салт дәстүрлер. Жақсы отыра ғой. Келесі төртінші сұрақ. Шығармадағы жер су атаулары. Нұрали, қандай жер су атаулары аталады? Шу, Қауын көлі, Есіл, Мұрат, Сарысу, Қарқаралы. Тамаша. Отыра ғой. Жақсы. Бесінші сұрақ. Оқиға қалай аяқталады? Рахман. Қалай? Осы шығарма қандай оқиға? Еңіркебе оқиғасы қалай аяқталады? Жақсы. Еңірікпе керекті ойын. Еңірікпе керекті ойын.
солай ма? Кәдімгі өзінің мақсаты айқын, өзінің алдына ақ арманын арқалаған жастар, студенттер, спортшылар, неге болашақ дәрігерлерді көріп отырмыз. Енді осы жастар, сіздер осы қазіргі Қазақстанның жастары туралы бір ауыз пікір айтсаңыздар, немесе бір тілек айтасыздар ма? Бастаймыз, жалғастырамыз. Бүгінгі сабақтың оқу мақсаты әдеби шығарманың композициясын талдау, яғни композицияны тұтастан бөлшектен тұтасқа қарай талдау. Бүгінгі сабақта сенің өлеңің Шәкәрім Құдайбердіұлының жастарға өлең мазмұнымен танысасың, сенің меңгеретін өлеңнің мазмұнын түсінесің, шығарманың жанрына байланысты сюжеттік желілерді талдайсың, өз көзқарасыңды білдіресің. Жалпы сабақ мақсаты түсінікті ғой, ендеше бүгін кітапқа қарап отырсыздар, осы кітапта сіздерге жастарға деген өлеңді көз жүгіртіп және мына бейне материалдарына мына сабақты өлеңнің мазмұнын тыңдап отырамыз. Жастарға кел жастар бізді түзу жоқтап алып, арамайда зорлықсыз мал табалып, өшпесөзді таусылмас мал березіп, білімді данышпан жан табалып. Енді олай болса кімді алалып, қазақта қайдасы бар, көз салармыз. Шын іздесек табармыз, шынығалымыз, күнді күйеуіндегі қозғалады. Сәт болалық, бір шоғып, бір қаралар. Қарауылдар мезгіл ғой, тұн қаралар. Жүз айтқанмен өзгенің бәрін адам, жанын алып, абайға жүр баралық. Білімді сол кісіден ізденелік. Әне іздеп біз келдік сізге делік. Өмір зая болмасқа үнөйі, ақылыңды аяма, бізге делік. Көп құлға көзімізді сүзбе делік. Ұқпас деп бізден
Жақсы, қазір сіздерге жеке сұрақ беріледі, соған назарыңыздар. Бұл өлеңнің қандай сөйлемнен басталды? Яғни жастарға жастардың назарын аударады. Оқиғаның байланысы осыдан кейін жастардың өзіне қаратып алғаннан кейін қандай сөздер айтылды? Келесі даму, яғни одан өріске тағы қандай ойланды? Сол кездегі заманның сипатталуы. Яғни сол кездегі заманның сипатымен, сол кездегі заманның уақытымен сөйлеп отырған сияқты, иә? Дұрыс. Оймен сіздер өз ойларыңызды мына берілген композициялық тілмен салыстырыңыздаршы. Ойларыңыз дәл келді ме? Оқиғаның бастауы абайдан үлгі алуға шақырады. Оқиғаның байланысы жаман әдеттерден аулаққа шақырады. Оқиғаның дамуы айланы ақыл, қарсылықты әдеттер адасқандарға жөнсіздейді. Келесі, оқиғаның шиеленісі өз замандағы оқудан шошынып, ел билеуге ұмтылатындардан қорқатынын айтады. Оқиғаның шарықтаушылығы өз жолға түсуге абайдың жол сілтеген мысалымен келтіреді. Соңғы оқиғаның шешімі абай көрсеткен адам болып азамат болу. Яғни бұл өлеңге негізгі тұлға кім екен? Абай екен. Сіздердің жаңағы айтылған ойларыңызға сәйкес келді ме? Яғни сіздер бұл өлеңнің құрылысында, мазмұнында түсіндіңіздер. Енді сіздерге ой түртті. Шәкәрімнің абайдан үлгі ал деуінің мәні неде? Неге абай басқа емес? Бұл өтірік, қаншылық? Дұрыс айтасың. Тағы пікір бар ма? Тағы басқа. Яғни қуанышпен айтса, бүгінгі жастарға қандай ақыл кеңес берер едіңіздер? Қол көтерейік, иә? Рахман. Көп білім ала береді. Білім, Нұрали. Қазіргі Қазақстанның болашағы бүгінгі осы жүрген жастардың осы көп еңбектен Көп ізденіп отырмаша. Расым. Ақылдасушылардың айтқанын әндеріп соны айтқан істеп жақсы болады. Жақсы жолға. Мәжбек. Жақсы. Нұрталар. Қазақстан жастарының Сіздерге, сіздің топты белсендірек кім айтады? Жақсы, келесі сұрақты сіздерге қойсам, иә? Ақыл өлеңінде жастарға үміт артатынын айтады. Ал қазіргі жастардың бейнесінен сіздер қалай баға бересіздер? Қазіргі жастар қандай? Қазіргі жастардың көбісі сол күйге кеткен. Олар Телефон дейсіздер, ұялы телефон. көбісі. Көпшілік. Бірақ сонда да кәдімгі өзінің еңбекқорлығымен, білімділігімен әлемде әйгілі болып жатқан жастар бар ма? Әрине бар, иә? Бәрі де бар. Сондықтан да біз қазіргі Қазақстанның жастарымен мақтанамыз ба? Мақтанамыз. Қазіргі жастар еңбекқор. Солаймыз ба? Еңбекқор. Мысалы, соның бір ретінде мен сіздерді алар едім. Кәдімгі бұл осы мектепке кәдімгі аларыңызға ұлы мақсат қойып келуіміздің өзі сіздердің еңбекқорлықпен кәдімгі армандарыңызды асқақтығын көрсетпей ма? Солаймыз ба, иә? Жақсы, рахмет. қазіргі қазақтың көп жастары арман емес заман Заман. Енді топтық тапсырма бірінші яғни сіздер берген сөздердің қатысты өз ойларыңызды айтасыздар. Екінші топ кесте толтырады. Үшінші топ диаграммасын толтырады. Кәдімгі сіздерге тапсырманы ойларыңызды мына
Сабақ сіздердің көңілдеріңізден шықты деп есептеймін. Осы сабаққа қатысты пікірлеріңіз болса, ұсыныстарыңыз болса, келіп байланыстарыңды жаздыңыздар. Соны ортаға салатын оқушылар болса, тыңдай кетейік. Бірінші топтан кім бітіреді? Тамаша. Екінші топтан тамаша. Келсеңіздер ғой, иә? Қайсысын білдіресіздер? Жоқ па? Пікір жоқ па? Келіп байланыстарыңа кім не жазды, ешкім ешнәрсе жазған. Нұрталап оқиын ғой өзінің пікіріңді. Тыңдаймыз. Жақсы, тамаша. Балалар енді күнделіктеріңізді ашып, үй тапсырмасын жазғаныңыздар, яғни шақырымтай кетуіні жасыға өлең болғап үнді жатты.